Барлық мұң-мұқтаждығыңды тек қана Алладан сұра. Арман мақсаттарыңның орындалғанын қаласаң, әр түн сайын тахаджуд намазына кел. Бай болу үшін әр түн сайын Уақиға сүресін оқуды әдетке айналдыр. Алладан үлкен сый-құрмет, сыйлық алғың келсе, Әл-Уаххаб есімін әрдайым айтып жүр. Истихара, садақа, әр-разақ, Әл-Хасиб, Я Фаттах есімі ризығыңның артқанын қаласаң, осы есімдерді әрдайым айтып жүр. Мүлік сүресі қабір азабынан сақтайды. Әр түн сайын мүлік сүресін айтуды әдетке айналдыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту арқылы сенің жолың ашылып, барлық проблемаларың шешіледі. Әш-Шәкур 526 рет бағым ашылып, қаржы, денсаулық, рухани қиындықтан құтыламын десең, Аллах тағаланың дәл осы есімін әрдайым айтып жүр. Әш-Шәкур. Әл-Халим 88 рет айтып жүрсеңіз, мінезіңіз жақсарады және табысыңыз артады. Аллах тағаланың 99 есімдерін айтып, әрдайым Аллах тағалаға мақтау мадақ айтып, дәл осы есімдерді жадыңызда сақтап жүріп, Аллаға жалбарыныңыз, дұға тілеңіз. Барлық нығметтің иесі, дұғаның қабыл болуының барлығы тек қана бір Алладан екенін ұмытпайық.